Номері екінші есепке назар аударайық. Фигураның боялған бөліктерін бөлшек түрінде жазып, оларды салыстыр дейді. Асына қарайық. Бұл жерде біздерге шеңбер беріліп тұр. Сол фигураның қай бөлігі боялып тұр екен. Біріншісінде санап көрейік, өзі неше бөлікке бөлініп тұр? 6 бөлікке бөлініп тұр. Сол 6 бөліктің 5-еуі боялып тұр. Екіншісінде 6 бөліктің 4-еуі боялып тұр. Енді салыстырамыз. 6-да 5 және 6-да 4. Сонда 6-да 5 артық, 6-да 4-тен. Екінші әсінде неше бөлікті фигура? 9 бөлікке бөлініп тұр. Сол 9 бөліктің біріншісінде 5-еуі боялып тұр, екіншісінде 9-дың 2-еуі боялып тұр. Сонда 9-да 5 артық 9-да 2 бөлігінен болады. Номер үшінші есепте бөлшектерді салыстыр дейді. Бұл жерде біздерге бөлшектер беріліп тұр. Енді бұл жерде ескеретін нәрсе, бөлімдері 1-2 бөлшектің қайсысының алымы үлкен болса, сол бөлшек артық болатындығын есімізден шығармаймыз. Енді салыстырып көрейік. 7-де 6 мен 7-де 1-ді салыстыр дейді. Бұл жерде 7-де 6 артық 7-де 1-ден. Келесі 10-нан 3 кем 10-нан 7-ден. 17-де 13 артық 17-де 4-ден. 12-де 9 артық 12-де 5-ден. Бөлшектерді осылай салыстырамыз. Номері 4-ші есепте бөлшектерді өсу ретімен және кему ретімен жаз деген. Бірінші өсу ретімен жазайық. 9-да 1, 9-да 3 және 9-да 7 деп жазылады. Келесі кему ретімен 9-да 9, 9-да 5, 9-да 2 деп жазылады. Бұл жерде біздер бөлшектің алымына байланысты жазатын боламыз. Номері 5-ші есепте берілген өрнектерді баған түрінде есептейміз және оларды тексереміз. Егер азайту болса, оны қосумен тексереміз. Қосу амалы болса, азайту амалымен тексереміз. Номері 7-ші есепке назар аударайық. Егер бүгіннен кейін екінші күн жексенбі болса, алдыңғы күннен кейін аптаның қай күні болады? Бейсенбі күні болады. Екінші сұрақ. Жылдың неше айында 28 күн бар? Жылдың 12 айында 28 күн бар.